Баршаңызға сәлем, сіздермен Манат. Мен бүгін сіздерге өте ерекше дәмді ас дайындап ас мәзірін көрсететін боламын. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңырауша бекісін басып, все деген батырманы басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге керектісі етімізді барлығын кубиктап тұрап, және картофелімізді жақсылап сыртын ашып, жуып, тазалап, осылай кубиктап турап аламыз. Асымызды дайындамас бұрын осылай барлық керекті заттарымызды осылай дайындап аламыз. Пиязымызды да дәл осылай кубиктап турап алатын боламын. Түрлі көкөніс қоса берсеңіздер болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен бұл жерде картоп, сәбіз, пияз және ет қосатын боламын, және түрлі дәмдеушілер қосатын боламын. Сәбізімді да осылай кубиктап барлығын дайындап аламын. Барлығын осылай дайындап алдым. Құрметті көрермендер, менің каналымда түрлі рецептер шығатын болады, және сол түрлі рецепттер жаңадан шыққан кезінде таныс болғыларыңыз келсе, міндетті түрде подписаться басып және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде бірінші болып жаңа видеомен сіз танысатын боласыз. Және жақсылап тазартылған картофелімді осылай суға қайнататын боламын. Бәрін бір келкі осылай бөлшектерге бөліп алатын боламын. Яғни пюре дайындайтын боламын. Мен бұл ас мәзіріне макарон, гречка және картоп қайнататын боламын. Және дәмін кіргізу үшін барлығына тұз салып шығамын. Барлығын жай отта қайнағанша пісіріп аламыз. Осылар қайнап пісем дегенше біз жаңағы тураған көкөністерімізден және еттерімізді жақсылап қуырып подливка дайындайтын боламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып қызарғанша қуырып аламыз. Және пияз, картоп, сәбіздерімізді біртіндеп салып қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мен дәмдеушілерге паприка және аскөкті кептірілгені, ас томаты және тұз салып жақсылап қуыратын боламын. Өздеріңіздің қалауларыңызша түрлі дәмдеушілер сала берсеңіздер болады. Жақсылап қуырғаннан кейін осы дайындаған подливкамыз бататындай етіп, осылай су құйып, жай отта піскенше қайнататын боламыз. Бетін жауып, жай отта қайнататын боламыз. Қараңыздар, барлығы бір-екі пісіп жатыр. Өте дәмі керемет, өте дәмді ас, міндетті түрде жасап көріңіздер, және қонақтарға да ұсынсаңыздар болады. Өте тез дайындалатын ас десек те болады. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.